Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өкпедегі қақырықты түсіріп, жөтелді жоқ қылатын, иммунитетіңізді көтеретін керемет қоспа әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 4-5 тіше сарымсақ қажет болады. Сарымсақтың қабығын ашып, ұсақ етіп турап шығатын боламыз. Жалпы сарымсақтың пайдасы жайлы бәріміз білеміз. Тұмау індеті жайылған уақытта ең алдымен сарымсақ еске түседі. Себебі сарымсақ вирусқа қарсы қасиетке ие. Ал оның құрамындағы емдік заттар организмдегі індетке қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ бактериялармен күреседі. Сарымсақты шикіде жегенде ацилин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетке ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салатын болса, онда құрамындағы аллицин бөлінбейді, яғни пайдасы жоқ болып қалады. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді, яғни қан айналымды жақсартады. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақты күнделікті пайдалану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға дейін төмендетеді, яғни қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Алайда асқазанның ойық жарасы бар және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған жөн. Сарымсақты сонымен қатар аш қарынға және көп мөлшерде жеуге болмайды. Ішектегі паразиттерді өлтіреді, яғни ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы осы сарымсақ болып табылады. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану арқылы артериалды қан қысымын реттей аласыз. Ол үшін күніне 1 тіше сарымсақты ғана пайдаланғаныңыз дұрыс. Әрине, пайдаланбастан бұрын дәрігердің кеңесін аласыз. Міне сарымсақтың барлығын барынша ұсақ етіп турап алдық. Осы туралған сарымсақты балдың үстінен қосып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде табиғи бал болу қажет, сол кезде нәтижесін жақсы көресіздер. Ал егер дүкеннің балын пайдаланатын болсаңыздар, ол бізге жарамайды. Міне мен осындай табиғи балды пайдаланып жатырмын. Үстінен қазір чеснокты қосатын боламын. Қатты жөтел кезінде антибиотикті қолданбай-ақ күніне осы қоспаны кіші шай қасықпен 2-3 мезгіл пайдалансаңыздар, сіздердің қақырықтарыңыз сыртқа шығарып жөтелді кетіретін болады. Егер сіздің балға аллергияңыз болатын болса, бұл қоспаны пайдаланбағаныңыз дұрыс. Жалпы қоспаны пайдаланбас бұрын дәрігердің кеңесін алыңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.